9 мамыр Ұлы Отан соғысының аяқталғанына 75 жыл толып отыр. Бұл сұрапыл соғыс талай ақындардың шығармашылығына арқау болып, біздің батырларымыздың рухын көтеріп, оларды ерлікке шақырды. Соның бірі «Біз жеңеміз» атты өлеңді сіздерге ұсынамын. Жатқанда отан жері отқа жанып, тұрғанда туысқанда жауда қалып, жеңбесек, жойқын қайрат шығармасақ, жігіттің неге жүрміз атын алып? Жеңеміз, жеңіс совет адаматы, біздеріміз азат етер адамзатты. Сенемін партияма, ер халқыма, қандай күш бұл дүниеден одан артық. Ұлы Отан соғысы Кеңес одағының халықтарының тарихындағы қасіретті бет қана емес, сонымен қатар ол халықтарымыздың теңдесі жоқ ерлігі мен қажымас қайраттарының бірлігінің дәлелі. Осы бейбіт күн үшін қасық қаны тамғаша күрескен батырлары мен ардагерлеріме мың алғыс ретінде бас иемін. Бостандықтың таңы атты барша әлемде, азаттықтың сұңқарлары қазағымның көгінде, жанарларым мұң шалмай, ұлың мен қызың күлуде, жеңіс күні мерекесі құтты болсын елімде.